Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге өте керемет мохито компотын жауып үйренеміз. Ендеше кеттік. Ол үшін бізге керекті заттар: алма, қара өрік, алмұрт, лимон керек, және мята дейді ғой, жалбыз, және қант керек. Енді тазалап жуып турап алдым. Алманы да, алмұртты да қандай көлемде турады сіздерге қызық болса, мінекей қарапайым түрде осылай турап алдым. Алмұртты да дәл осылай турап алдым. Мінекей. Ортасындағы дәні кетіп қалмас үшін осылай жан-жағын турап алдым. Тазалап жуылған банкілерге енді біз жеміс-жидектерімізді саламыз. Ең алдымен алманы салып шығамыз. Көп салсаңыздар да болады, егер жақсы көрсеңіздер жемістің. Екінші алмұртты салып шығамыз. Үшінші қара өрігімізді салып шығамыз. Төртінші лимонымызды салып шығамыз. Екі тілімнен. Мятаны саламыз. Жалбызымызды. Мінекей барлығын салып болдым. Енді қақпақта мінекей қайнатып алдым. Ыстық суға. Енді үстіне қайнаған су құямын. Дәл ортасына құю керек. Әйтпесе банкымыз жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті дәл ортасына құямыз. Мінекей қыздар, барлығына қайнаған су құйып шықтым. Енді бір 10 минуттай ұстаймыз. 10 минут өтті қыздар. Енді қақпағын алып, ішіндегілердің барлығы шашылып қалмас үшін тегіс болғаннан кейін кең ыдысымызға қайта құямыз. Барлығын осылай ыдысқа құйып шығамыз. Қайтадан отқа қойып бір қайнатып жібереміз. Суын құйып, газға, отқа қайта қойдық. Енді 1 литрға 100 граммнан, яғни 2 литрға 200 граммнан құмшекер, қант салып шығамыз. Егер де көп десеңіздер, бұдан аз салсаңыздар да болады. Әрқайсысына осылай салып шығамыз. Мінекей барлығына қантты салып шықтым. Су қайнағаннан кейін суды құйып шығамын. Мінекей екінші рет суымыз қайнады. Енді банк жапқышпен бұрап банкымызды жауып аламыз. Жауып болғаннан кейін банкымыз толық, қақпағымыз жабылды ма, соны тексереміз. Қыздар, мінекей компотымыз, яғни мохитомыз дайын. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді. Қыста сүйсініп ішетін болады бала-шағаларыңыз. Балаларыңыздың туған күнінде, өзіңіздің үйіңізге кенеттен қонақ келіп қалған жағдайда ашып бересіз. Магазиннің зиянды сусынына жүгіргенше осындай компот жауып
алыңыз дегім келеді. Сіздермен болған Айгүлектің асханасы ас болсын.